Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым? Бүгін сіздермен осындай жұмсақ әрі нәзік бисквит пирогының рецептімен бөлісемін. Жаңа рецепттерді өткізіп алмау үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге қажет 4 жұмыртқа. Жұмыртқамызды миксермен жақсылап көпіртіп аламыз. Үстінен 140 грамм қант, екеуін араластырып 5 минуттай миксерлейміз. Массамыз осылай көпіру керек. Массамыз 2-3 есе ұлғайды. Үстінен 3 ас қасық май және 3 ас қасық сүт құямыз. Кішкене ғана араластырып, елгезерден ұнымызды, 1 қасық қопсытқыш және жарты қасық ванилинді салып, елгезерден өткізіп, ұнымызды массамыздың үстіне салып шығамыз. Құрметті оқырмандарым, қазақша контентінің ары қарай дамуына сіздердің қосатын үлестеріңіз мен үшін өте маңызды. Шанышқымен астынан үстіне қарай жәймендеп араластырып шығамыз. Менде 26 сантиметрлік форма. Ішіне массамызды толықтай құйып аламыз. Асты тегіс болу үшін столға 1-2 рет ұрып алдым. 160 градуста 35-40 минут пісіріп алдым. Үстіне ақ қанттың ұнтағын сеуіп шықтым. Міне достар, кескен кезде өте жұмсақ, іші толығымен пісті, өте нәзік болып шықты. Осы пирогты жасап көрулеріңізге кеңес берем. Видеоны толық қарап шыққандарыңыз үшін рахмет.